Актер Әлімғазы Райымбековтың естелігінен 1968 жылы Шәкен ағаның шақыруымен «Тақиялы періште» фильміне түстім. Тайлақтың рөліне ауылда трактор айдап жүрген жерімнен келгенім ақиқат. Алғашында кілең «Сен тұр мен атайын» деген актерлардың ішінде өзімді ыңғайсыз сезініп жүрдім. Осындай күйде жүргенімді болмаса мейірім мен қарапайымдылықтан жаралған Әмина апам бірден түсініп, күнде түсіру алаңында маған көмектесетін болды. Әмина апамның өзіне де талай айтқанмын, өмір бойы айтып өтемін. Кең жүрегімен сол көрсеткен көмегіне мыңда бір рахмет. Жүрегі қандай кең болса, ойлайтын ойы да, сөйлеген сөзі де сондай бөтен пиғылсыз, таза болатын. Мінезі ашық, көпшіл адам еді. Үлкенге де, кішіге де сыйластығы көрініп, ботадай мөлдір көздері үнемі күлім қағып тұратын. Ол кісі өзі түсіп алғаннан кейін алаңнан кетіп қалу дегенді білмейтін. Менің де ойыныма кірпік қақпай қарап отыратын. Сен жаңа осылай қате жасадың, енді мұны қайталаудың қажеті жоқ, енді бұлай жаса деп режиссердан тысқары дереу өз ақылын айтатын еді. Мен де ол кісіні ұятқа қалдырмауға тырысып, сценарийді жаттап, жасайтын әрбір әрекетімді, қимылымды ойланып, іштей пісіріп жүруші едім. Қайбір жылы Қазақфильмдегі бас энергетик болып жұмыс істеген Қиябек деген азамат кәсіпкер болып, Қазақ сусыны деген сусын шығара бастады. Қиябек сол өнімнің жарнамасын жасауға Әмина Өмірзақова екеумізді таңдапты. Түсірілім медеуде жүргізілуі тиіс еді. Әмина апаның сырқаттанып қалғанына байланысты үйіне барып түсіретін болдық. Шақырған уақытында есік қақтық. Есік ашылғанда апамның қарсы қарап арбада отырғанын көрдік. Мені көре салды да ілулі тұрған қамшыны жұлып алып, арбасымен маған қарай дереу ұмтылды. Не болды апа деп Қиябек қапелімде абдырап қалды. Үйге келіп хал сұрауға жарамайтын мына күшікті сабайын деп едім деп апам ренжіп жүргенін білдірді. Бірақ езуіне үйірілген күлкісін жасыра алмай, тобылғы сап күрең қамшысын төбесінен асыра үйіріп маған қарай тап берді. Ортада Қиябек қамшыдан арашалап жүр. Сол кезде жасым 60-тан асқан мені апам әлі сол тақиялы періштедегі тайлақ баласы сияқты төмпештеп алмақшы. Бұл баласын риясыз жақсы көретін мейірбан ана махаббатының көрінісі емес пе?